Эфирде айтыңыз, Айдана, сенің бұл сөзің маған ұнамады, я басқа пікіріңізді айтыңыз. Бірақ не ол жарнама уақытында келіп қызға қарай атылу деген? Ол ренжімен бауырым. Кешірім сұраңыз. Өзі бастап сұрасын, мен одан кешірім сұрамаймын мен. Сізден кешірім сұрайды, не деп сұрайды? Мен артық айтқан сіздің боқтық сөздеріңіз үшін айтып жатырмын. Боқтық сөзім үшін кешірім сұрайын, Балаусахан Молғыздан, болды. Басқа ештеңе сұрамаймын. Жатыңыз білер, жақсы. Азаматтығыңызға сын деп ойлаймын. Айдана? Балаусахан, мен негізі дұрыстап естімей қалдым да, мен спокойно мына жерден шығып кетіп бара жатқам. Маған деген ондай сөздеріңді бүйтіп қой, сөйтіп қой деді. Сосын не деді? Ақша үшін сен сатыласың деп маған бір андай артық сөздер айтып жатыр да. Мен ақша деп, уаллахи, ақша деген аузынан сөз шықпады. Сен қуасың ба? Ондай сөз вообще шыққан жоқ аузынан. Не істеп отырсың? Қаншама адам тұр мына арада? Ортада ауыр сөздер. Балаусахан осы уақытқа дейін қаншама осындай сөздер айтты ғой менің тарапыма, иә? Осы сөздердің бәріне мен үндемегенмін, бірақ білмеймін, слишком негізі үндемеген сайын өзіне көп алып бара жатыр да. Балаусахан, андай сөзінде басқа жерге салып қой дедім, бірақ ақша туралы ондай әңгіме қозғалған жоқ бұл жерде. Мен садәулеттер өпірчек тұр қасында. Боқтық сөздер болды, бірақ та жаңа ақшаға ар деген не шеп болған жоқ андай. Негізі оны қалай естіп қалған ашумен айтылғасын, жаңағы бір солай естіп қалған шығар. Негізі ондай болған жоқ. Айдана, сен дұрыс түсініп қойсаң енді. Жатқаннан кейін маған осылай айтып жатыр да, сен туралы осылай айтып жатыр деген сияқты нәрселерді. Енді ол өзіне аузынан шыққан. Кім айтты деймін, Айдана, кім айтты, айтшы. Дұрыс естімей қалған. Сізге біреу айтты, иә? Біреу айтты деп тұр ғой. Иә, барлығы енді екеуміз екі жаққа ажыратып сөйтіп кетті да, сөйтіп айтып жатыр да. Мен дірілдеп кәдімгідей түсінбей қалдым, не үшін маған ондай сөздер айтып жатқан. Балаусахан, мысалы, Айдана ортада болған кезде, Тұранмен таныстықта болған кезде қаншама сөздер айтты. Сен ақшаға сатыласың демек деген сияқты қаншама сөздер болды. Айдана ол кезде ренжіген жоқ қой, сыртта мысалы екеуі жақсы сөйлесіп түсіп кетті. Енді осы Айдананың пікірін көтере алмай кеттім ба? Мен Айданаға қашан ақшаға сатыласың деп әңгіме айттым мен. Әйгерім тап сен араласпашы. Осы Айгерім бейнелеріңіз Жансаяның айтып отырғаны рас. Неге? Себебі сіз осы жерде Тұран бар кезде бірнеше мәрте айттыңыз деп, Тұран, Ринат сөйлеп жатыр, Айданаға тиісіп жатыр, сіз үндемейсіз бе деген есіңізде бар шығар. Сол кезде сіз ақша туралы әңгіменің көбін айттыңыз. Қалтасына қарайсың, сен қалтасына қарай сатылдың деген әңгімелер болды. Жоқ, енді ол жерде пікірін айтып Тіпті Айдана көзіне жас салып қалды, дәл сондай пікір. Айдананың да тарапынан сізге айтылды қазір, бірақ жарнама уақытында Айдана, сіз ауыр сөздер айтқаннан кейін келіп, сізге келді ме ұрыс шығарып? Артық әңгіме болған жоқ қой. Қазір сіз үп-үлкен ер азаматсыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіздің өзі қандай зілдей болып тиетінін сіз білуіңіз керек. Боқтық сөзін кешірім сұрайын деп жатырмын, бірақ жаңа ақша туралы әңгіме қозғалмады бұл арада. Ойыңызды білеміз. Біз әрі қарай жалғастырайық, құрметті көрермен. Және жалғастыру үшін таныстықтар қалай болып жатыр білейік. Әділет, Әсем. Қалай, бәрі дұрыс па? Өте жақсы, көңіл күйіміз керемет. Я, қайырлы күн, Балаусаханым, барлығы жақсы бізде. Фото, видеоларыңыз бар, иә. Бар? Көріп алайық. Мінезін кәдімгідей жақсы біліп алғам. Кішкене микрофон алса қуып кететінім бар. Сол жағынан кішкене түсініп қарадым да. Сол, шешіп сөйлесіп алдық. Андай бір жаман оймен, біреуге сезімі болып, ол өлеңді айтты деп ойламаймын негізі. Әнге ренжіп қалып едіңіз ғой? Иә, соны айтып жатырмын да. Олай бір сезімі болды деп ойламаймын. Өйткені маған деген сезімін, маған деген қамқорлығын, сыйластығын көріп жүрмін ғой осы уақытқа дейін. Сол барлығы жақсы бізде. Дәл сол кезде ғана солай ойлап қалдыңыз, содан бұл кезде андай барлығы давка болып кетті да. Айгүлмен ситуация болып жатты, кәдімгі ашуланып отқаннан кейін солай реакция беріп қойдым. Сол. Әділет? Балаусахан, мен сол ситуацияда өзімді бір түрлі болып қалдым. Түрім ағып, жаңағы Әсем ортаға шығасың ба дегенде Әсем шықпай қалып дедім ғой. Мен сондай андай жайдарманда жүрген кезде дайындықта жай ойнатамын да, бір сахнаға шыққан кезде өзіме андай арқам қозып кететіні бар, андай арқам ұстап кәдімгі. Енді Әсеммен сөйлестім, Әсем енді ешқандай да не емес, түсінші енді просто солай болып қалды деп айтып шамалы бұртыйды. Біраз бұртыйды, ол затқа емес, просто барлығы жаңағы жиналып қалғаны бар. Осыны бүйтіп тұрды да, енді сөйлестік, қалай болады екен дұрыстап. Сосын енді біз енді ара-қатынасымызда енді жұптық болып жатыр ғой, енді қазір таныстық пен жұптық бөлек екен. Шынымен де алдында мен ойлап едім, ол бір моментте шығар, сөз саласың, менің қызым боласың, мен жұбым боласың, о, қазір бәрі күшті болады. Бірақ та қай жағынан бөлек? Жауапкершілігі мықты екен. Әсем екеуміздің уже алдыға қойған бір мақсаттарымыз басқаша болып кетті.
чем таныстықта жүргенде. Баяғыда айтатын еді ғой, біз әлі таныстықтамыз ғой, бірдеңе бір запрет қоятын болсаң, бір заттар айтатын болсаң, таныстықтамыз ғой деп андай. Осы жұп болғаннан кейін біз бір-екі запреттер айтса, андай тағы да басталды андай. Мен сенің әйелің емеспін ғой дейтін. Мен сенің әйелің емеспін ғой, бүйтпе, сөйтпе деп өзінің сондай приколдары айтып қояды. Шынымен де менде жауапкершілік өте көп болды. Бір байқағаным, таныстықтан кейін уже мен табыс көзім көп болып бастады бір кезде. Шынымен де андай бір болады, берекесі болады деген. Шынымен табыс көзім жақсы болып бастады. Проекттерімде бәрі жол ашылып, кеше негізі мен анашыммен шамалы ұрысып қалғаным бар еді. Неге? Білмеймін, андай көп шаруаларым Грузияға кетіп қалды, анда анашым бір андай болып қалды да, Индияға келмейсің ба балам деген сияқты. Жобадамын ғой, осылай деді да, енді әсемді алып неге келмейсің деп сен дейді ғой. Бірге келің. Сәл деп қалдым. Сосын негізі ойда бар Индияға анашыммен таныстыру. Болмаса анашым осында келіп таныстырғым келіп тұр. Әсемнің өзінің бір андай загранпаспорт жоқ. Қазір планда загранпаспортын жасау. Бірақ жасату енді бір жасатуға да болады. Индияға барғысы келіп тұр. Загранпаспортын жасап, бір мысалға осы сенбі, жексенбі күні может визамыз шығып жатса, бірге барып қайтарамыз деген ой бар. Бәлкім жол жүріп кетулеріңізде мүмкін. Болмаса анашым келіп бір официальный таныстық. Ол әрине өте жақсы, ниетіңіз дұрыс деп ойлаймын. Ал Әсем, сіздің отбасыңыз жібере ме? Жалпы сұранасыз ба негізі? Мен 15 жасымнан бастап былай өзімнің дегенмен жүріп үйреніп қалған қызбын ғой. Үйдегілерге бір ауыз айтам, ол кісілер маған ешқашан қарсы шықпайды. Енді әжемнің қызы болғаннан кейін мені қатты еркелетіп жүрген ғой. Кеше әжем де жазып жатыр әділет туралы. Жақсы бала, қасында всегда күліп жүрсің ғой. Біріне қарама, ертең 40-тан кейін бәрінің түрі бірдей болып кетеді деп қояды арасында. Сым жақсы ғой тіпті. Иә, сондай. Маусым крашында біз оны лайық. Не дейсің? Есіме қалдым. Баласаға мынандай болды, короче, әжесімен сөйлесіп отыр екен да, голосовой жүріп. Мен енді құлағым түріп отырмын. Тұрды да, қызым енді саған бақыт тілеймін всегда, қасында күліп жүрсін, баяғыда жүретінен қабағың түйіп, бұртиып дейді да. Енді баланың енді түріне қарамай енді 40-тан кейін бәрі түрі бірдей қойды. Мен іште айтып қоямын, мен қай жерімге, мен бойса бойым бар. Өзім анау голосовойды қосқаныма өкініп қалдым, қасында отырмын. Жоқ, сондай әзіл болған, енді әжесіне айтарым, мені в жизни көрген жоқсыз. Бұйырса көрсеңіз, айтасыз, сол сөзіңізден айнисыз дейді. Жақсы, бізді